Мама, білесің бе? Кеше мен тәжір жапырдым. Жоқ, ешкім істегенім жоқ. Тек дәл осы жерде сені күтіп отырғам. Кенет сырттан жүзі жылайын бейнесін көрген кезде, оны өзімнің анам екен деп. Мама, мен мұндамын, мама деп айғайлай бергенімде, терезе алдындағы гүл жерге құлап қалады. Апай көріп қоймасын деп тез-тез жинай бергенімде, тәрбиеші апай келді де ұра жөнелді. Апай, кешіріңізші, байқамай қалды дегеніне қарамастан ұра берді. Білесің бе, мама, сол апайдың маған не дегенін? Ей жетімек, сен әке-шешеңе керек болмағанда, маған қайдан ғана керексің деді, ұра берді. Мама, сол апайдың ұрғанынан мына жерім ауырып барады. Ауырып барады. Мен мына жетімдер үйінен қатты қиналып кеттім. Өтінемін, мені алып кетші. Уәде берем, бұзық болмай. Адам емес хайуанды өз баласын қорғайтын емес пе? Мама, сен хайуан емес, адамсың. Мама, сенің анамсың. Ей, тәңірім, кішкентай ғана жүрегіммен жалынып сұрайын. Менің анама титтей болса да мейірім шуағын төкші. Сөйтсін де мені осы жерден алып кетсінші. Мама, мен сондай қатты сағындым, мама.